Тұрмысқа шыққан қыздарының тәрбиесіздігін енесінің жас кезде жіберген қателігінің қарымтасы деп айтатын құдалар бар. Исламда өз қателігін өзгеге жаба салу ол зұлымдық, әр пенде өз ісі үшін ғана жауапты. Бір адамның қателігі үшін екінші адамның тағдырына қарымта болып жабыса салмайды делінген. Ал психологияда ене жас кезде қателік жіберіп, егер оны мойындамаған болса, ол тек өз денсаулығына, өз кәмелет жасқа толмаған балаларына ғана тиеді. Келін де дәл солай. Бүгінгі күні өз қателігін түсініп мойындамаса, ертең өз денсаулығына, өз өміріне, балаларының тағдырына қауіп төндіреді делінген. Кейбір енелер келінге қаттырық сөйлесе, ертең өмірден таяқ жеп қиналып қор болғанша менен сөз естіп түзелсін деген оймен жанашырлықпен айтады. Қазақта балаңды аясаң аяма деген сөз бар. Ол тек өзінің ішінен шыққан ұл қыздарына ғана емес, ол жанашыр жақындарына да тиесілі сөз. Келін өз ұлының өмірлік серігі болғаннан кейін оны өз ұлындай көргісі келіп, жанашырлықпен тәрбиелегісі келеді. Ол тәртіпке салу, жек көру деген сөз емес. Сондықтан өмір кеңге кең, тарға тар екенін түсініңіздер.